Міне ішіндегі утеплительді қалай біріктірем. Бірінші мен астына мына матаны салдым. Утепленный матасын, шерстяной, натуральный шерсть. Сосын паутинка деген двусторонний клеевый ткань салдым. Екі жағында клейлеп береді. И так кесілген детальді салдым да, мынау алдыңғы жағы. Енді осының үстінен мен өтекпен өтекте өтем. Только мына шеттеріне жақындамайым, себебі шеттеріне жақындаса мына өтекке жабысып қалады. Сондықтан где-то осы жерге дейін барлығын өтектеп шығам. Сосын барып қиып шығам барлығын. Сосын қайтадан уже мына жан-жағындағыларын алып тастағаннан кейін уже қайтадан жан-жағын бәрін қиып ретке келтіріп аламын. Қазір бірінші мен өтектеп шығайын. Паузаға қоя тұрам. Осылай қойып алдым міне. Так, міне өтектеп шықтым. Только мына шет жақтарында міне көрдіңіз, міне жабысып тұр. Мен осы жерге өтектенім жабысып тұр. Енді мен қазір қайшыммен қиып алам полностью. Айналдыра қиып алам. Сосын қайтып өтектеп шығам. Так, міне қиып шықтым. Енді мына лишнялардың бәрін алып тастаймыз. Осылай қалдырамыз да. Енді жан-жақ жабыспаған жерлерінің барын жабыстырып шығамыз өтекпен. Өтектеп жабыстырып шығамыз. Енді қазір міне ашылып тұр, көрдіңіз ба? Міне так. Астында 3 слой тұр міне. Основной деталь. Бұның өзін дублереммен клеить еткенмін. Одан кейін паутинка тұр, одан кейін міне утеплитель тұр. Осы үшеуін біріктіретін осы паутинка, екі затты біріктіретін. Енді арғарда менде жабысып, мына жерге дейін жабысып тұрды, арғарда жабысып тұрған жоқ, мына жерге бер жағы жабысып тұрған жоқ. Соны өтектеп шығам барлығын. Бумен өтектеп жатыр, міне. Матаға ештеме болмайды. Сырып тігеміз. Жан-жақтарын өтектеп аламыз. Қазір толық жасап алайын, пауза қоя тұрам. Дальше сызып аламыз. Тігіс бізде покосой түседі, поэтому покосой сызып аламыз. Мен мына сызғыштың көлемінде сызып жатырмын. Бұның ширинасы примерно так, сызғышымыз бізде 4 сантиметр. 4 сантиметрлік ширина бойынша мен сызып аламын. Содан кейін осы сызықтардың үстінен тігіс түсіреміз.